Наурызнама 10 күндік аяқталып қалды. Қазақстандықтар Наурыз мейрамын тойлап бастап кетті. Бүгінгі күн 21 Наурыз ынтымақтастыққа арналған ынтымақ күні деп аталады. Оның идеясы адамдардың бір-біріне деген құрметтерін арттыруында, бейбітшілік пен бірлікті насихаттауларында жатыр. Бұл күн шоғырландыратын атмосфераны қалыптастыруға негіз болады. Риддерлік қалалық сотында Наурыздың қарсаңында барлық келушілерді дастарханға шақырып, ұлттық тағамдардан дәм татырды. Құрметті әріптестер, қазақ халқы сіздерді келіп жеткен әз Наурыз ұлттық мейрамымызбен құттықтаймын. Ақ мол болсын, төрт түлік түгел болсын, қазақ елінің керегесі кең болып, көк байрағымыз желбірей берсін. Осындай кең дастарханда басымыз жиылып, әз Наурызымызды тойлата берейік. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Әмин, айтқаның келсін. 21 Наурызда 4-ші аудан тұрғындарына үлкен мерекелік концерт ұйымдастырылды. Ал республика алаңында қар тазалап, киіз үйлерді тігіп, сахна орнатып, Наурызды мерекелеуге соңғы дайындық қызу жүріп жатыр. 22 Наурызда Риддер тұрғындары Наурыз мейрамын бірге қарсы алатын болады. Сағат 11-де жаппай көпшілік қыдыру басталады. Қала артистерінің қатысуымен үлкен концерттік бағдарлама дайындалған. Қазақстандық эстрада жұлдыздары Диана Шарапова мен Олег Никитин, танымал шоу-балет «Экстази» және вокалист Ерлан Асанов шақырылған. Сарай алдындағы алаңда тақырыптық киіз үйлерде қонақтарды қарсы алып, мерекелік сауда ұйымдастырылатын болады. Палаудан, Наурыз көжеден, бауырсақтан дәм татыртады. Спорт алаңшаларында ең мықты әрі ептілерді, ал садақ атудан ең дәл садақ атқыштарды анықтайды. Тұрғындарға бүркітшілермен және аңшы иттермен фотосессиясы, атқа міну және тағы көп қызықтар ұйымдастырылады. Халық қыдыруы күні бойы өтеді, ал кешке сағат 19:00-де Риддер тұрғындарын қазақстандық эстрада жұлдыздарының қатысуындағы кешкі бағдарлама мен мерекелік от шашу күтеді.